Сәлем достар, мен акушер-гинеколог Измурзаева Карлаш Абдырзаковна. Бүгін сіздерге айтатын тақырыбым жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар. Не үшін бұл тақырыпты айтқым келді? Өйткені қазіргі таңда көп кездеседі және көптеген асқынуларға алып келеді. Ең бірінші айтатын, яғни жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар өте көп. Ең ішінде, солардың ішінде жиі кездесетіні трихомониаз, гонорея, уреоплазма, микоплазма, ВПЧ, ЦМВ, ВПГ, осы аурулар, яғни спидті, гепатит Б-сына жатқызсақ болады оның ішінде. Сифилис бар. Яғни бұлардың белгілері қандай клиникалық белгілері, яғни жыныстық жолдан инфекцияның түріне қарай бөлінділер, түсі өзгеруі мүмкін, қышуы мүмкін, бөртпелер пайда болуы мүмкін. Сифилис болса шаңқыр жаралар пайда болуы мүмкін, оны емдемесе кейін жүйке жүйесіне дейін әсер етуі мүмкін кейін. Мысалы хламидиоз болса, мысалы, кей жағдайда оны әйелдер өздері білмей жүре беруі мүмкін. Кейін бір тексеріліп қараған кезде уже ағзада бар болып шығады. Кей кездерде көпіршікті выделение болуы мүмкін, кіші дәретке жиі бару болуы мүмкін, ашып. Кейбір түрлері бар, жасырын өтеді. Инкубационный период дейді, яғни әйел өз білмей қалуы мүмкін. Бір-екі күн қышып, одан қойып қоюы мүмкін, немесе басында вообще тым білінбей, кейін белгілер пайда болуы мүмкін. Және бұлар қандай асқынуларға алып келеді, яғни көбінесе жатыр түтікшелерінің бітелуіне. Мен сіздерге қазір жатырдың суретін сызған едім. Мынау жатыр түтікшесі, аналық без, екі жатыр түтікшесі, аналық без, мынау жатырдың мойны, мынау жатыр түтікшесі. Көбіне осы инфекциялар, яғни емделмей жүре берсек, мына жатырдың түтіктерін бітелуіне алып келеді. Түтік бітеліп қалғаннан кейін бізде жүктілік болмайды, бедеулік болады. Көп жағдайда себептерінің бірі осы болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда қабынуға алып келеді. Қабыну, яғни мына түтікшелердің ішінде гной